Асан байдың баласы, Үсен жарлы баласы, екеуі құрдас еді. Бір күні олар қырда ойнап жүргенде ауыл көшіп кетіпті. Енді үйге қайтайық десе, ауыл жоқ екен. Асан жылай бастады. Үсен ойланып қалды да, жылағаннан еш пайда жоқ. Оданша көшкен ауылды іздеп табайық деді. Жұрттан қалған сынған инені, пышақтың сынығын қылды тауып алады. Содан кейін олар көшкен ауылды іздеп жүгіріп жүреді де, ауылдан қалған сілеуді тауып алады. Содан кейін сол сілеуге түсіп жүре береді. Біраз уақыттан кейін сілеу екіге айырылады. Бұны көрген Асан жылай бастайды. Үсен, енді қайсысына түсеміз деп бір сілеуге түсіп жүре берді. Олар біраз жүргеннен кейін Асан қарным ашты деп жылай бастады. Үсен оған мән бермей жүре берді де, алдынан үйрек ұшып қонады екен. Бұны көрген Үсен жүгіріп барып сипалайды да, оның орнынан 6 жұмыртқа тауып алады. Асан бұны көріп, барып жұмыртқаны алайын деп жатса, Үсен алдырмай, біз әлі көп жүреміз, сондықтан да үйректі де алып кетейік деді. Содан кейін Асан айтады, оны қалай ұстаймыз дейді. Үсен, мен әкемнің ұстағандарын көріп едім деп манағы таққан қылдан тұзақ жасайды. Соны ұяның қасына қойып кетеді де, екеуі шөптің арасына барып жата қалады. Содан кейін, біраз уақыттан кейін үйрек ұшып келіп, адамның жоқ екенін көріп қонады. Содан кейін Үсен жүгіріп барып, ұяға қараса, үйрек тұзаққа түсіп қалыпты. Содан кейін Асан айтады, ойнап алайық дейді. Үсен, жоқ, әкем айтушы еді. Үйрек қаздар адал құстар, оларды бұлай әуре етпей-ақ қояйық. Құдай оны адамдарға тамақ ретінде береді дейді екен. Оданша бауыздап алайық деді. Содан кейін олар біраз жүргеннен кейін өзен бойына келеді. Олар суларын қандырып, ішіп алғаннан кейін Үсен айтады, енді тамақ ішіп тойып алайық деді. Асан, отты қайдан аламыз деді. Үсен үндемей барып, өзен бойына жүгіріп барып тас алып келіп қойды да, шапанынан кішкене ғана мақта алып тастың үстіне қойды. Содан кейін манағы тапқан пышақтың сынығымен сол тасқа ұрып қалар еді. Ұрып қалған кезде от шығады.